Қайырлы таң, екінші сынып оқушылары. Бізде бүгін екінші сабағымыз жаратылыстану пәнінен болады. Ендеше, біз бүгін жаратылыстану пәнінен қандай денелер жарық өткізеді деген тақырыпта сабақ өтеміз. Біздің сабағымыздың мақсаты кейбір денелердің жарық өткізгіштік қасиеттерін зерттеу. Ендеше, сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды тыныштық сәтімен бастаймыз. Көзіңізді жұмыңыз және бірнеше рет терең тыныстаңыз. Денеңізді босаңсытыңыз. Бірнеше секундтан соң теңіз түбіне саяхат жасаймыз. Теңіз жағасымен келе жатқаныңызды елестетіңіз. Толқындардың жеңіл шалғылына, шағалалардың шуылына құлақ түріңіз. Жалаң аяқтарыңызбен құмды сезініңіз. Шалғайдан қара нүкте көріп тұрсыз. Ол жақындаған кезде дельфин екенін түсіндіңіз. Ол сізді теңіз түбіне алып кету үшін келді. Ол өте әдепті жәндік. Сізді шыдамдылықпен күтіп тұр. Жайлап, оның арқасына отырыңыз. Мықтап ұстап, жолға шығыңыз. Дельфиннің арқасында жайланып отырып, өзіңізді қауіпсіз сезіну. Су астында жүзу қандай керемет. Жан-жағыңызға қараңыз. Мұнда кемпірқосақ тәрізді арлы-берлі жарқырай қалқыған әсем балықтар қаншама. Теңіз түбіне бойлаған сайын айнала қалайша өзгереді. Түбіне бойлаған сайын айнала қалайша өзгереді. Суда тербелген қаншама ғажайып балдырлар. Қараңызшы, қандай орасан зор балықтар. Ал енді анау жаққа көз тастаңыз. Бұл орасан зор 8 аяқ. Су асты неткен қызықты, әрі ғажап әлем. Сіз бір нәрсені байқадыңыз ба? Мұнда неткен тұңғиық, толық тыныштық. Осы тыныштық күйде болыңыз. Ал қазір жоғарыға, өз әлемімізге кері қайтуға дайындалыңыз. Айналаға жіті қараңыз. Ғажап түстерге тағы бір рет қараңыз. Және тыныштыққа құлақ түріңіз. Осындай тыныштық сізге самалдай әсер береді. Енді дельфин кері қарай жолға шықты. Сіз су бетіне шықтыңыз. Жағаға жақындадыңыз. Дельфиннің арқасынан түсіңіз. Оны сипалаңыз. Және осындай ғажап саяхатқа барған үшін ризашылық білдіріңіз. Оқу орныңызға оралыңыз. Және өз орныңызға келіңіз. Бірнеше секундтан соң көзіңізді ашып, осы түйсінген тыныштықты өз бойыңызда сақтауға тырысыңыз. Жаңа сабағымызды бастамас. Ендеше, балалар, сабағымызды бастаймыз. Қандай денелер жарық өткізеді тақырыбындағы бірінші тапсырма. Суретке мұқият қараймыз. Стақандағы сұйықтықтарды салыстыр. Бірінші стақан арқылы басқа заттарды көруге бола ма? Екінші стақан арқылы ше? Неліктен? Балалар, стақандағы сұйықтықтарды салыстырдық. Салыстыра отырып, қай стақандағы заттарды көруге болатынын, болмайтынын анықтадық. Демек, екінші стақан арқылы басқа затты көруге болады. Өйткені су мөлдір.
Балалар, олай болса екінші тапсырмаға көшейік. Суретте 4 ыдыс берілген. Мына ыдыстардың қайсысын мөлдір деп атауға болады? Неліктен? Қай ыдыстар мөлдір емес? Балалар, біз мөлдір заттарды таптық, себебін анықтадық. Демек, суреттегі шырын және су құйылған ыдыстар мөлдір. Өйткені біз олардың ішіндегі шырын мен суды көріп отырмыз. Ал шай мен кофе құйылған ыдыстар мөлдір емес. Себебі біз олардың ішіне не құйылғанын анық көре алмаймыз. Балалар, назарларыңа 3-ші тапсырманы ұсынып отырмын. 3-ші тапсырмада түрлі түсті сусындар берілген. Қандай ерітінді жарықты көбірек өткізеді? Қайсысы азырақ өткізеді? Неліктен? Себебін анықтап көріңдер. Балалар, бірінші ыдыстағы су мөлдір болғандықтан ол жарықты жақсы өткізетінін білеміз. Ал енді екінші, үшінші ыдыстарды салыстырып көрейік. Екінші ыдыста ерітінді азырақ қосылғандықтан ол жарықты азырақ өткізеді. Ал үшінші ыдысқа ерітінді көп қосылғандықтан ол мүлдем жарық өткізбейтінін біліп отырмыз. Демек, балалар, біз қай ерітіндінің жарықты көбірек өткізетінін анықтадық. Жарықты азырақ өткізетін ерітіндіні де анықтадық. Балалар, бүгін біз сабақ барысында бірнеше тапсырмаларды орындадық. Ендеше, балалар, сендерге сұрақ: қандай денелер жарық өткізеді? Балалар, сабақ барысында түрлі тапсырмаларды орындай отырып, мөлдір денелердің жарықты жақсы өткізетінін білдік. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз кейбір денелердің жарық өткізгіштік қасиеттерін зерттеу, ал жетістік критерийіміз жарық өткізетін және жарық өткізбейтін денелерді анықтау. Демек, балалар, біз сабақ барысында осы жетістік критерийіне жеттік. Енді сендерге үйге тапсырма: үйдегі жарық өткізетін заттарды тауып жазыңдар. Ауа райы ашық кезде алыстағы заттарды анық көреміз, ал тұман түскен кезде неліктен айналаны көруіміз нашарлайды? Міне осы сұрақтарға жауап іздеп көріңдер. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар, балалар.